Мінекей біз Кымасар тауларында орналасқан тас қабырғаға келіп жеттік. Бұл жерде тастар қолмен қаланған сияқты түп-түзу әрі тегіс екен. Табиғат жаратылысы ерекше. Бұл жерде алдында сіздер Аянның парақшасынан көрген шығарсыздар. Аян өзін айтып жүрші, осы тас қабырға туралы. Өте ерекше жер, өзіме өте ұнайды бұл жер. Көп адамға көрсете қоймаймын бұл жақтарды. Осы жерден күшті демалып қайтамын өзім келгенде. Бұл Кымасар деген жерде орналасқан. Қолдан жасалған сияқты енді тас.